Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3 сынып 66 сабақ. 5 жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Туған өлкем. Көгінде күн нұрын төккен, жерінде гүл жопар сепкен. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Алтын дәнді даласы бар, ақ күмістей қаласы бар. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Авторы Өтебай Тұрманжанов. Өлең мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Балалар, ақын туған өлкесін, қаласын, даласын неге теңеп отыр деген сұрақ қоямыз. Өлең неліктен туған өлкем деп аталған? Өйткені өлеңде ақын туған жерін, туған өлкесін жырлап айтқан. Өлең өнердің қай түріне жатады? Өз ойларыңда дәлелдеңдер. Өлеңнің бірінші шумағын жатқа жаз. Жазғаныңды оқулықпен тексер. Алғашқы 2 сөйлемін сөз таптарына талдап, әр сөздің үстіне қай сөз табы екенін көрсетіңдер. Өлеңде алғашқы 2 сөйлем көгінде күн нұрын төккен, жерінде гүл жопар сепкен. Осындай өлең жолдары болатын. Ал енді бұл өлең жолдарын талдаймыз. Көгінде күн нұрын сөздері зат есім болады. Ал төккен сөзі не істеген сөзіне сұрағына жауап беріп, етістік болады екен балалар. Жерінде гүл жопар сепкен екінші жолында балалар. Жерінде гүл зат есім болады, ал жопар сын есім. Қандай сұрағына жауап беріп сын есім болады. Ал және де сепкен не істеген сұрағына жауап беріп етістік болады. Келесі 6 жаттығу. Суретке қара, тақырыбын анықта. Сурет бойынша әңгіме құраңдар. Оны баяндап айтуға дайындал. Мәтінді жаз. Жазған мәтініңде қай сөз таптарының сөздерін қолданғаныңды анықта. Ал балалар, енді мәтін құрастырайық. Мәтіннің тақырыбы туған жер. Туған жер әр адамның жүрегінде ерекше орын алатын, балалық шақтың, қуаныш пен қиындықтың куәсі. Менің туған жерім әсем табиғатымен, кең даласымен, таза ауасымен ерекшеленеді. Туған жерімнің табиғаты таңғажайып, жасыл жайлаулар, мөлдір өзендер, биік таулар мен кең дала. Мұнда менің балалық шағым өтті. Достарыммен бірге ойын ойнадым, табиғатпен сырлас болдым. Адамдары да ерекше, мейірімді және қонақжай. Туған жерімнің мәдениеті мен дәстүрлері менің болашағыма бағыт беретін маңызды құндылықтар. Туған жеріме деген сүйіспеншілік ешқашан сөнбейді, себебі ол менің тамырым, менің тарихым. Осылайша балалар мәтін құрастырып жазуға болады. Мен мәтінде етістік, зат есім, сын есім сөздерін қолдандым. Бұл өнердің қай түріне жатады? Бұл балалар сурет өнеріне жатады. Сурет өнері өнердің бейнелеу өнеріне жатады. Бұл өнер түрі табиғаттағы немесе қиялдағы көріністерді сызық, бояу, жарық арқылы бейнелеуді қамтиды. Ал енді келесі сұрақ. Қандай суретшілерді білесің? Балалар, әлемдегі әйгілі суретшілер Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо және тағы басқалары. Қазақ суретшілері Әбілқан Қастеев, Қанапия Телжанов, Салихиддин Айтбаев, Нағымбек Нұрмұхамедов. Осы сияқты суретшілерді білеміз. Шығармашылық үзіліс. 7 жаттығу. Әкең сенен жас суретші студиясына жазылуыңды өтінді, бірақ сенің қолөнер үйірмесіне қатысқың келеді. Бұл жағдайдан қалай шығар едің? Балалар, мен әкеме өзімнің қолөнер үйірмесіне қатысқым келетінін айтар едім. Әкем менің таңдауымды қолдайтынын білемін. Ал сендер қалай жасар едіңдер? Өз ойларыңмен бөлісіп кетіңдер. Келесі 8 жаттығу. Сөздер мен сөз таптарын сәйкестендір. Бірінші зат есім. Мүсін, суретші, ермексаз, шаршы. Етістік. Тоқиды, тігеді, салыстырады. Сын есім. Жіңішке, ақ, қызыл, тік, көлбеу.
сан есім 7, 9, 20, 50 мың. Осылайша балалар сөздері мен сөз таптарын сәйкестендіреміз. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, достарымызға таратуды ұмытпаймыз. Және тіркелмеген болсаңыз, подписаться кнопкасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта көріскенше сау болыңдар.